Және мінекей өз бастауын алды. Қазір енді алғаш болып келе жатқан 4-ші нөмірдегі Мукафа болуы тиіс. Сыртқы қапталмен қазір келе жатыр. Мукафа ең алдыда келе жатыр қазір. Рамазан Табылдиев Жакиі және Шахрисабыз да өте керемет қарқынмен келе жатыр. Мукафа, Шахрисабыз, Войн Руси және Dot Security. Осы төрттік әзірше алда. Бізде старт боксы істен шығып қалған екен. Содан кейін соған байланысты қазір осындай старт берілді. Өздеріңіз көргендей. Әдеттегідей старт боксынан шыққан жоқ тұлпарлар. Бірінші нөмірді әлі де Мукафа келедір. Алда. Дегенмен 2400 метр қашықтық екен айта кетейік қадірмен көрмен, сондықтан әлі еш нәрсені дөп басып айтуға келмейді. Тобылғы торы мен Войн Русидің де шабысы жаман емес қазір екінші орында. Екінші орынға да талас өте қызықты болатыны сөзсіз. Және ең бастысы бүгінгі жарыста үздік бестікке енуі тиіс. Жүлдегерлер және әзірге Мукафа алғашқы орында берер емес. Және Шахрисабыз қазір оң қанатпен алға шықты, артқа бір қарап қойып, қазір артындағы тұлпарлардың адымын бір қарап қойып, тізгінді өз қолына алды. Және қазір оның артында Юр Голден келе жатыр. Юр Голденді тізгіндеген Айтбек Байышұлы. Және үшінші орында қазір Мукафа алғаш болып келе жатқан еді жаңа ғана. Және мінекей қазір үшінші болып. Шахрисабыз. Қазір Шахрисабыз соңғы 500-дік мінекей қадірмен көрмен. Шахрисабыз және бұл жерде Юр Голден оның артынан келе жатыр. Шамасы Шахрисабыз жеткізбейтін берер емес Шахрисабыз. Юр Голден қазір арасындағы қашықтық тым ұзақ болып кетті қазір. Қадірмен көрермен, мінекей құйрық тістесіп келе жатқан аттың көмбеге шылбыр тастам қалғанда суырылып алға шыққаны біреуге қандай қуаныш болса, біреуге қандай өкініш. Мінекей Шахрисабыз бірінші болып мәресін кесті. Одан кейін Юр Голден. Біз жоғарыда атап өттік Шахрисабызды 7-ші номерлі Мисс Пигл 4 және 3-ші номерлі бұл жерде Dot Security'ді мәресізлігін 4-ші болып кесті. Осылайша қазақстандық дерби 2026 жеңімпазы бұл Шахрисабыз. Қадірмен көрермен, Амиркулов Ардақ мырзаны және бапкер Кеңесхан Мұрат Жакей Расул Алпысбайды біз шын жүректен құттықтаймыз. Үштікте болғанымен алғашқы орынды Мукафа барынша бермей келе жатқан еді. Осылайша мәре сызығына санаулы ғана шақырым қалған кезде Шахрисабыз қазір енді сұхбат барысында сұрап көреміз. Бұл қалай әсер етті жаңа? Жарыс алдында біраз қиындықтар болды ғой енді. Старт боксының істен шығып қалғанына байланысты біраз күтіп қалды жакейлер мен тұлпарлар. Сонымен бізде қазақстандық дербидің жеңімпазы анықталды қадірмен көрермен. Жакей Алпысбай Расул, резвость Шахрисабса 2 минуты 38 и 18 сотых секунды. Второе место занял Юр Голден, скакал жокей Байышулу Айтбек, резвость 2 минуты 39 и 71 сотая секунды. Третье место заняла Мисс Пигл, скакал жокей Байкенов Асланбек, 2 минуты 42 и 7 секунды. И четвертое призовое место занял Dot Security, скакал жокей Асет Бекжанов, 2 минуты 44 и 93 секунды. Сонымен қадірмен көрмен, бүгінгі жарысының басты жеңімпазы қазақстандық дерби Кинга Фарм жарысының жеңімпазын шын жүректен құттықтаймыз. Бірінші болып мәре сызығын кескен Шахрисабыз Амиркулов Ардақ мырзаға тиесілі тұлпар, бапкері Кеңесхан Мұрат Расул Алпысбай тізгіндеген тұлпар 2 минут 38 секундта мәре сызығын кесіп өтті. Екінші Юр Голден Қуантаев Емберген мырзаның тұлпары Айтбек Байышұлы тізгіндеді.
бапкері Долотбаков Қанат мырза 2 минут 39 секундта мәре сызығын кесіп өтті. Үшінші мәре сызығын кескен Мисс Пигл қымбат Альтаир мырзаның тұлпары бапкері Ахмолдин Эдуард. Ал бұл тұлпарды тізгіндеген Байкенов мырза екен айта кетейік. 2 минут 42 секундта келді. Төртінші Дат Security Мұхамбедиев Мұратбек мырзаның тұлпары бапкері Құлтасов Алмас мырза. Асет Бекжанов тізгіндеген болатын 2 минут 42 секундта мәре сызығын кесіп өтті. Ардақты көрермен, дәл қазір менің қасымда Шахрисабызды тізгіндеген Расул бүгіндікке осымен екінші рет жеңімпаз атанып отыр. Расул, дубль автор атану бұл қандай сезім? Жақсы сезім, өте қуаныштымын. Дендерби бәріне каназаводчиктарға үлкен күн ғой, бәрін құттықтаймын тағы да. Рахмет, осындай атты сеніп маған тапсырып, жұмысты еткізіп берген тренерға, хозяинға сол айтарым. Жаңа енді жарыстың басында старт бокстың істен шығуына байланысты біраз жүріп қалдыңыздар ғой. Енді осы қаншалықты әсер етеді деп ойлайсыз сіздердің тұлпарларыңызға, өздеріңізге психологиялық тұрғыдан бәлкім? Өзімізге күннің ыстығы ғана әсер етпесе, психология көбінесе атпен жұмыс істеп жүргеннен кейін ондай психологический давление көп берілмейміз. Бірақ аттарға әр аттың мінезі әртүрлі, әрқалай қабылдайды ұзақ жүргенді. Жақсы, Расул, рахмет. Жеңіспен шын жүректен құттықтаймыз. Ардақты көрермен, ал келесі бізде 2000 шақырымда бағындыратын болады. Тұлпарларымыз арнадан алыстамаңыздар.